Қазақ халқында батаның алар орны ерекше. Бата бұл ұлттық рухани мұра, адамгершілікке, әдепке шақыратын салт. Ол адамды жақсылыққа, изгілікке бағыттап, өмір жолында үлкен қолдау болып табылады. Ежелден бері халқымыздың тұрмыс тіршілігінде бата маңызды рөл атқарған. Оның негізгі мәні жақсылық тілеу. Бата көбінесе үлкен кісілер тарапынан беріледі. Себебі олар өмірлік тәжірибесі мол, жастарға жол тілейді. Халықта бата сөздің анасы, терең ойдың данасы деп бекер айтылмаған. Батаның бірнеше түрлері бар. Мысалы, жол батасы, той батасы, дастарқан батасы және тағы басқа. Әр қайсысы өзіне тән мағыналы және белгілі бір жағдайға арналады. Ежелден бата тек отбасында ғана емес, үлкен жиындарда да беріледі. Мысалы, үйлену тойында ата-аналар жас жұбайларға бата беріп, отбасыларына береке, бақыт тілеген. Батаның басты қасиеті оның тілегінің шын көңілден, жан тәнімен берілуі. Сонда ғана бата қабыл болады деген наным бар. Қазіргі уақытта бата беру салты ұмыт қалмай, қайта жаңғырып келеді. Әсіресе ұлттық мерекелер мен той-томалақтарда батаның орны ерекше. Батаның тәрбиелік мәні де зор. Ол жастарды үлкендерге құрмет көрсетуге, адамгершілікке баулиды. Заманауи қоғамда бата беру үрдісінде бірқатар өзгерістер де байқалады. Кейде батаны жастар да беріп жатады. Бұл жаңа құбылыс, себебі әр адам жүрегінен шыққан жақсылық тілектерін айтуға құқылы. Қазіргі заманда бата беру жаңаша форматта орын алып жүрсе де, оның негізгі мәні өзгерген жоқ. Бата әрқашан изгі тілекті, жақсылықты, бірлікті дәріптейді. Бата тек сөз емес, ол ұлы күшке ие деген сенім бар. Қазақта жақсы сөз жарым ырыс деген мақал бар. Бата сол жақсы сөздің көрінісі. Ол адамдардың бір-біріне жақсылық тілеп, бірлікті нығайтуына мүмкіндік береді. Бата беру арқылы адамдар өмірде дұрыс бағыт алып, рухани қолдау табады. Қорыта айтқанда, бата халқымыздың рухани қазынасы. Оның құдіреті адамды жақсылыққа, изгілікке бастайтын сөздерінде. Сондықтан батаны тек сақтау ғана емес, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Бата арқылы қазақтың рухы, мәдениеті мен дәстүрі сақталып, келешекке жалғасады. Батаның орны қазақтың байырғы салтында ғана емес, бүгінгі өмірінде де ерекше. Әр бата ақ ниеттен шыққан игі тілектердің жиынтығы, сондықтан баталы құтты болсын сөздер қазақта қашанда қадірлі саналады.